Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарын сайлауда дауыс беру тәртібі. Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай-ақ есептен шығару куәліктерін ұсынған адамдар дауыс бере алады. 17 облыстың сайлау учаскесіндегі әрбір сайлаушы 5 сайлау бюллетенін алады. Парламент мәжілісінің партиялық тізімдер бойынша сайланатын депутаттарын сайлау жөніндегі. Парламент мәжілісінің бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын депутаттарын сайлау жөніндегі. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және Астана мәслихаттарының партиялық тізімдер бойынша сайланатын депутаттарын сайлау жөніндегі. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және Астана мәслихаттарының бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын депутаттарын сайлау жөніндегі. Облыстық маңызы бар қалалар мен аудандар мәслихаттарының бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын депутаттарын сайлау жөніндегі. Тиісінше Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы сайлаушылар 4 сайлау бюллетенін алады. Басқа өңірлерден, оның ішінде есептен шығару куәліктерімен келген, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде дауыс беретін азаматтар тиісті округ шегінде ғана дауыс береді. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетендерін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Дауыс беруші кандидаттың немесе саяси партияның оң жағындағы бос шаршыға немесе бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетенді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылар тізіміне тіркеліп, сайлаушының бюллетен алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мынадай азаматтар дауыс берушіге сенім білдірілген адам бола алмайды. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, кандидаттың сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетендерді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.